Сәлем қыздар, сіздермен творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Қамыры үшін жұмыртқаға қантты салып, көпіргенше араластырамыз. Қыздар, менің видеом ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Үстіне жұмсақ бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнды салып, қопсытқыш салып, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болып шықты. Енді қамырымызды салафанға салып 10 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогқа құмшекерді салып, үстіне жұмыртқа, қаймақ салып, блендермен бір келкі болғанша езіп аламыз. Міне осындай бір келкі болу керек. Енді духовкамызды 200 градусқа қосып қоямыз. Формамызды дайындаймыз. 25 диаметрлік формаға астына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жаямыз және бортик жасаймыз қамырдан шетіне. Осылай болу керек. Енді шетіндегі артық қамырларын пышақпен кесіп алып тастаймыз. Астын вилкамен тесіп шығасыздар осылай. Жаңағы дайындаған салмамызды ішіне құямыз. Бір сілкіп жіберіп, 200 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шығады. Енді формасынан шешеміз. Шеттері қызарып, осындай әдемі болып шығады. Толық суығаннан кейін шайға ұсынуға болады. Қыздар, толық рецепті астына описанияға қалдырып кетемін. Видео ұнап жатса, маған жазылуды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.